Тері дененің жабын қабаты. Терінің беткі қабаты эпидермис деп аталады. Эпидермистің маңызды бөлігін кератинациялар құрып үнемі ауысып отырады. Бұл жасушалар төменгі қабаттан басталып, жоғарылай келе субстанцияларға жақындайды. Өлі жасушаларға айналады. Олар өз кезегінде эпидермистің мүйізді қабатын түзеді. Сонымен қоса, эпидермисте қара қоңыр түсті меланин жасушалары орналасқан. Олар денені, теріні ультракүлгін сәулелерден қорғайды. Эпидермистен кейін орналасқан дерма қабаты. Бұл қабат көптеген қан тамырлар мен жүйке ұштарына бай. Тағы мұнда тері бездері және шаш өсетін шаш фолликуласы орналасқан. Ересек адамның терісі 1,175 квадрат метрді құрайды. Тері адамның ең үлкен мүшесі болып табылады. Тері қандай жасушадан тұрмасын, денені кез келген жағдайдан қорғап тұрады.